Есікті іліп аларсың. Мен кеттім. Кеңес сырт киімін киген күйі қолын көтеріп, қоштасқан ишара жасап, есікке беттеді. Көңілсіз күйде. Төсегінен тұрмастан жата берген Бота оның соңынан ұзақ қарап қала берді. Осы жайт жиі қайталанады, қашанғы жалғаса бермек. Санасын торлаған сан ой маза бермесе де, Кеңестің әр кеш жарым түнде үйіне қарай асыға кетуші шаршатса да, еті үйреніп кеткенде. Осылай 2 жыл өмір өтіпті, жақындарынан, жан баласына айтпаса да, жалғыз сіңлісі мен жан құрбысы Бағдағүлгана қабардар еді. Екеуі де бұның қылығын қолдамайды да. Қалған тамыр таныс дос-жаран дегендерден қол үзгелі қашан. Сырласар адамы да жоқ. Отбасылы жанның көңілдесі болғанды кім түсініп, қолдап, сырлас болар дейсіз. Артық уыс болған соң Ботада барынша сынайтын ортадан, әңгімеден ары жүретін. Есік қоңырауы басылды. Қайта келген Кеңес екен деп ойлаған Бота орнынан атып тұрды. Есікке жүгірді. Келген сіңлісі Марал екен. Кімді күттің? Әлі ояумысың? Деп шашылған айналаны бір шолып, мән-жайды түсінгендей. Қашанға дейін жалғаспақ? Еш жиятын уақытың болды ғой. Тасташ сол Кеңесіңді. Біреудің қаңсыған, өзіңе таңсы қып болдың ғой. Тіпті жер бетінде басқа еркек жоқтай. Ол мені сүйеді. Күлкімді келтірмеш. Неге? Мені сүйеді. Менің жанымда өзін жайлы сезінеді. Солай ма? Онда неге отбасынан кетпейді? 3 қызы бар емес пе? Кететін еркек бала шағаға қарамайды. Сені әншейін пайдаланып жүр. Ақмақ болма. Әбәдемі келіншегі алдында 3 қызы бар. Жаныңа батса да айтайын, босқа уақытыңды өлтіріп жүрсің. Марал әдейі жанына батырмақ болып осылай деді. Мен оған ұл туып берсем, 3 қызы 3 жақта қалады. Ол сенен бала қалап жатқандай-ақ, осылайша екеуінің әдеттегі талас тартысы созыла берді. Күндер зырғуда. Алло, Кеңес, қалайсың? Бүгін келесің бе? Жоқ. Неге? Сағынбадың ба? Сағындым ғой, енді. Келмесең келме. Мен құрбыларымен қыдырам мұнда. Қызғанышын оятпақ болып айтқан соңғы сөзді де Кеңеске онша әсер ете қоймады. Бота осы бір жігітке неге сонша байлағанын түсінбей-ақ тұр. Алып бара жатқан келбеті де болса екен, бай болса екен. Ондай ерекше ештеңесі де жоқ. Кейде қайдан жолықтың деп өкінсе де, өзінің іші қалап тұрған соң, көп нәрсеге көніп-ақ келеді. Тығылып кездесу келген соң Кеңестің кері қарай үйіне кетуі. Ол оның отбасылы екенін біле тұра, үйінде әйелінің жанында деп ойласа, қызғаныштан өртеніп кете жаздайтын. Айналып кеп Кеңестің әйелінің парақшасын ақтарып, фотоларына ұзақ қарайтын. Жас шамасы өзінен жастау, сол бір қарапайым келіншектің жай қай жерін сүйді екен деп те қояды. Әйелдік іштарлықта жоқ емес, отбасылық түскен фотоларын көрген сайын арманы туып алу болатын. Бастапқыда бала қаламаса да, кейінгі кезде Кеңестен жасырып, жүктілікті де жоспарлап қойды. Ондағы ойы Кеңесті мәңгілік байлау, екінші отбасы секілді орын алу. Жаным, бүгін дайындалып отыр. Кешке жолға шығамыз. Ботаның қуаныштан төбесі көкке жеткендей болып, нақты қайда екенін білмесе де жанталасып дайындала бастады. Кеңесіне еріп жердің түбіне баруға да даяр. Асыға күткен кеші де жетіп, Кеңесті тағатсыздана күтті. Жаным, төмендемін. Түс. Бота жүгіре шығып машинаға отырысымен Кеңесті құшақтай алды. Екеуі сағынысып қалды. Ал қайда? Жол тартпақ. Бота жүзі бал-бұл жанып, жас балаша 2 алақанын ысқылап қояды. Тосын сый. Олар қала сыртындағы демалыс орнына келді. Жалдамалы үйшік жалдап, тіске басар тамақтары мен шараптарын арқалап, қозғаш қуанса үйге енді. Кірісімен, мынау нағыз керемет қой, деп Бота Кеңестің мойнына асыла. Үйіңе не дедің? Таңға дейін боламыз ғой, е? Қулықпен жауап бермей аздап кідірген Кеңес. Не айтсаңшы? Е. Мынауың күшті болды ғой. Негізі ауданға ертең таңмен іс сапармен баруым керек болады. Мен бүгін кеттім, деді. Осылайша 2 жасқа көңілді кеш жалғаса берді. Кеңестің құшағында бір көңілденіп, бір құлазаған Бота. Кеңес,
әйеліңді сүйіп алдың ба? Әлі де жақсы көресің бе? Қойшан, соны білгенде бірдеңе өзгере ме? Үнемі сұрасам қашқақтайсың. Егер оны сүйсең, шын жақсы көрсең, менің жанында осылай жатпас едің ғой. Демек сүймейсің. Бәлкім суып кеткенсің. Бота, сүйемін, сүймеймін, сүймейін. Мен оның бәрібір күйеуімін. Сен өзің менімен жүресің. Бос уақытың болса маған қарай құстай ұшасың. Ал әйелің біреумен жүрсе қайтерек? Ол жүрмейді. Жүрді делік? Жоқ, ешқашан. Қызғанасың ба? Бота, пайдасыз әңгімені қояқшы, осыны талдау үшін келдік пе? Көңілі орнына түспей алабұртқан Бота жүзін төмен салды. Жаным, сені жақсы көрем. Сен нәзіксің, сенің жаныңда мен нағыз еркекпін. Ұсақ анау мынау әңгіме жоқ. Тек екеуміз ғана бармыз. Екеумізге ыңғайлы. Одан басқа не керек? Мен саған ұл туып бергім келеді. Тағы бастадың ба? Осылай талас тартыс соңы Ботаның көңілі құлазып. Жаны қалаған жауап ести алмай, біресе жүрегі дүрсілдеп аласұрып. Бір ысып, бір суып түсініксіз күй кешті. Сіңлісі Маралдың сөзінің жаны бардай. Алаңсыз ұйықтап жатқан Кеңеске қарап, көз ілмей ұзақ жатты. Мұндай қарым-қатынасқа іштей көңілі риза болмаса да, жан-жақты ойланса да шығар жол таппады. Бір ойы барына риза. Кеңестен кет дейді, бір екіншісі. Осындай дүдәмәл оймен әдеттегідей пішайман көңілмен оңаша ертегі сәттері де өтіп, таң атып, шынайы өмірге оралғандай болған ол жұмысына әсер келді. Жұмысқа зауқы соқпаса да амалсыз отыр, бір нүктеге қадала қарап отырған оны аңғарған әріптесі иығына түртіп. Не ойлану? Отбасың жоқ, несең жоқ. Алаңсызсың, рахат өмірсі ғой сенікі. Күнде қыдырыс. Рахат. Расымен қай жер рахат? Біреудің күйеуіне ортақтасып тығылып жасырынып, ең ақыры SMS-те жаза алмай, әйелінің жанында болған. Әр сәтінде үйде жатып, ішін күйіп. Әр той-томалақта жанына жарын ертіп, баратын еркектің ашынасы болу да рахат па? Өз оймен көңілі түсіп отырған Ботаның жай күйін ешкім түсіне қоймады. Осылайша уақыт сырлап өте берді. Бір күні Бота демалыста әке-шешесінің үйіне ауылға бармаққа бекінді. Ауылына бармағалы қашан бәріне сый-сияпатын арқалап жинала бастады. Апарып тастайтын Кеңес еді, заттарын жинасып, жанында жағаласып жүріп. Сонша затты не қыласың? 2-3 күнде келмейсің бе? Отпыс қой, біраз болатын шығармын деді. Неге? Онда жігіттер көп шығар. Сендей сұлу барғасын көзге түсесің, Бота күлімдеп Кеңеске. Не, қызғанып тұрсың ба? Әрине, сенде еліктің лағындай нәзігімді қалай қызғанбаймын. Бота құшақтай алды. Жаным, ауылға жақындасымен Кеңес. Жаным, жолда айта отыр. Ұмытып қалыппын, мұна көшемеді. Иә, Ботаның үйіне әрірекке тоқтаған Кеңес. Жаным, сүймей-ақ қояйын, ауыл ғой. Біреу-міреу байқап қалар, телефонда боламыз ғой. SMS жазбай-ақ қой, өзім жазамын. 2-3 күнде қайтатын болсаң, келіп алып кетем, үйде бол. Ешқайда шықпа. Көп болады. Қол бұлғасып қана қоштасты олар. Машинадан заттарын алып, Бота үйіне қарай беттеді. Қыстың сәні осы емес пе? Тып-тыныш ауыл қысы керемет. Сықырлай шытынаған қар, ауылдың қысқа тіршілігі. Алыстан ойынға берілген балалардың дауысы естіледі. Оң жағына бұрыла қараған Бота өзінің де бір кездері төбеден төменге қарай шанамен сырғанап, асыр салып ойнағаны, көрші құрбыларымен қолдан су тасып құйып, сырғанақ жасағандары есіне түсті. Қайран күндер. Санасынан еш уақыт өшпейтін балалығын есіне ала жымия, өз туған үйінің қақпасына қалай жеткенінде аңғармады. Аула тып-тыныш, кешкі малды жайғап, ана-мұны шаруаны тындырып, бәрі үйге кіріп кеткен. Дәлізге кіріп ауыр сөмкесінің ішке кіргізді. Одан әрі шып-жылы, есіне дейін таныс туған үйінің ыстық түтінін, кеңсірігін толтыра бір жұтып ішке кірді. Бәрі кешкі шайға отырған екен, өзара қақылдасы, әңгіме дүкен құрып отыр екен. Сырттарынан тыңдап тұрды да бөлмеге енді. Құлыным, қайда жүрсің? Деп анасы орнынан ұшып түрегелді. Дастархан басындағылар түгел дерлік қуанып, кезек-кезек құшақтай бастады. Ауылына сапары Ботаның аптаға созылды.
Тып-тыныш, ештеңе ойламауға тырысып, әке, ана, бауырларының жанында алаңсыз күй кешті. Ол көп ойланды, оңашада анасы жасының келгенін, енді болмаса қатарының азайып қалатынын айтып, тұрмыс құру керектігін меңзеді. Сіңлісі Маралды әпкесінің жай-күйін аңғарғандай, кеңесті не істедің, қойдыңдар ма? Жоқ, кете алмаймын. Неге? Білмеймін. Оның жанында бақыттымын. Ал ол? Ештеңе, баяғы телефонына қарағыштаған. Ботаға жазбай жатыр ма? Жанында адамдар бар шығар. Қашан түсінеді екенсің? Әдемімсің, білімдесің. Бір жігіттің жары болып отырмайсың ба жарқырап? Маралдың үнемі апасына сіңлісіндей қып, ақыл айтқанына Ботада үйреніп алғандай. Жүр, одан да ауылды аралап келейік. Марал үнемі ауылға бүйрегі бұра қоймайтын Ботаға таңдана. Аралайық, сені ауылдың аралағын кеп қалды. Апалы сіңлі екеуі киініп далаға шықты. Ауылдың қақ ортасын кесе пойыз өтіп жатыр. Бұрын осы пойызбен қалаға барушы ек, иә? Бота ауылдың тіршілігін білдіргенде, дүрсілдеп өтетін пойыздың үнінде сағыныпты. Сезімтал болып кетіпсің, екеуі күліп алды. Марал мен Ботаның арасы бар жоғы бір жас еді. Екеуі тете өсті. Бір-бірінен сырда жасырмайтын. Бота, бірдеңе айтсам, деп едім. Әрине айт. Мен тұрмысқа шықсам, деп едім. Бота қалт тұрды да. Үнемі бала кезінен жаңа киім не заттың жаңасын иемденіп, үлкен болып сөзін өткізіп, өз жайын ғана айтып, Маралдың жайына аса бас қатырмайтын еді. Ол Маралды қапсыра құшақтай алды. Жаным, қалауың сол болса әрине, алдыңды кескендей. Жоға, о не дегенің? Жолымды бердім, алдыңды кесу дегенне, әркімнің бұйырған уақыты болады. Қайта құшағына сіңлісін алып, мен өзімшіл болыппын. Ешқашан сенің өміріңде не өзгеріс барыды қызықтырмапты. Өз жайымды айтқанымен бір сәт сені тыңдамаппын. Кешірші. Бақытты болшы сен. Әлі үйдегілерге айтпадым. Үйдегілер қарсы болмас, айтшы кім ол? Бақытты жігіт екен өзі, қай жақтың жігіті? Ауылдікі. Бәсе, неге қалаға келсе ауылға асығады деймін. Еркінді білесің ғой. Көрші еркін бе? Мәссаған, мұна қызықты қара. Ол саған бала күннен ғашық еді ғой? Иә. Екеуі бала күндерін еске алысты. Саған да ғашықтар көп еді ғой. Олардың сезімдері еркіндікіндей тұрақты бола алмады. Бәрінің қазір бір-бір сұлу жарлары бар. Иә. Сіңлісінің тұрмыс құратынына Бота қатты қуанса да, өзінің жайын ойлап, көңілі құласыды. Сан ойлардың жетегінде жанын тыныштандыра алмаған ол, туған үйін қимаса да қалаға қарай қайтты. Әуелгіде кеңес алып кетпекші болған, онымен келе алмады. Бота таксимен кетпек болды. Бота, сенбісің деді. Сәлем. Сен де ауылға келеді екенсің ғой? Өзінен бір класс төмен оқыған оңғар еді. Ол мектепті жақсы оқып, университетте де оқыған еді. Қалада қалғанда білдей бір маман болып отырар ма еді, кім білген. Бірақ ауылда қалып қойды. Бота машинаға мінісімен қайта-қайта құсып, оңғар жол бойы тоқтаумен болды. Әр тоқтаған сайын құрақ ұшып, суын ала түседі. Жол көтере алмаушы ма еді? Білмеймін, не болған. Ауылға көп келмеген соң табиғи тамақтар жатырқап жатқан болар деп әзілдеді. Оңғар қалаға жеткенше өткен-кеткен әңгімелерді қозғап көңілді келе жатыр. Оның әңгімесін тыңдаған болып білдірмегенмен Ботаның ойы сансақта. Телефонының күнтізбесіне қарағыштап, не қуанарын, не жыларын білмей мазасы кетті. Қай этаж? Заттарыңды көтерсейін. Оңғар Ботаны пәтерге дейін жеткізіп, қош айтысып кете барды. Есікті жауып, диванға барып, сұлқ түскені. Сол еді. Есік қайта қағылды. Орнынан сүретіліп, әзер тұрған ол кім екенін де сұрамастан есікті аша салды. Ар жағында кеңес тұр екен. Аман саулық сұрамастан, демнің арасында жігіт тауып алдың ба? Не жігіт? Деді. Оңғарды айтасың ба? Ауылдас қой. Оны түсіндік. Жас баланың өбіктеуі жаман емес сияқты. Қойшы. Кеңес. Зауқым болмай тұр. Неге? Аяғым ауыр. Не? Кеңес үстінен біреу суық су құйып жібергендей қатты да қалды. Қорғанып жүрмін дегенің қайда? Әдейі жоспарладың ба? Менің өз балаларым бар емес пе? Өз балаларың?
Сенің өз балаларың болса, онда соларға кет. Ал бұл менің балам. Алдыр деп айтушы болма. Осымен сөз тамам дегендей бота бұрылып кетті. Кеңесте есікті серпе ашып шыға жөнелді. Жыламай, қимылдамай, бота ұзақ отырды. Кеңестің ұзаққа бармай қайта келетінін де біледі. Оның ашуының тез қайтатынынан да хабардар. Осы кетісінен кейін кеңес керуін келгенмен араларында жиі ұрыс болатын. Қашанғы жасырмақ, ата-анасы бұл жайды ботаның өз аузынан естіді. Қанша уайымдап қиналса да бәрі іштерінде. Жандары күйіп тұрса да ботаға білдіртпеді. Сіңлісінің тойына да бара алмай, бота сол күйі қаладағы пәтерінде жатты да қойды. Ел көзіне тасаланып, демалысқа да ерте шықты. Бұрын жұмыспен алданған екен, үйінде отырғаннан бері бар аңдығаны кеңестің келіншегінің парақшасы. Тойда кеңеспен қол ұстасып жүрген. Кеңестің қыздарын құшақтап түскен фотоларын көрсе аласырып ұйықтай алмайтын. Тіпті бұрынғы қызғаныш па. Осы күні кез келген нәрсеге ұрсып, кеңес келсе қаралай бездіріп жіберетін. Бұрынғыдай жанынан табылатын марал жоқ. Осы күні құрбысы Бағдагүлді жиі жанына шақыратын. Себебі ойдан жарыла жаздайтын. Іші білінген сайын ашу қысып. Түрімді қараш, салпы етек кеңестің әйелі секілді болдым да қалдым. Бұрын сол байғұс салонды көрдім екен, деуші едім. Қазір тура өзім сондай болып отырмын. Бота, есіңді же. Сен тіпті не болып кеттің? Жүктілігіңнің бәрін ашу ызамен өткізіп жатырсың. Енді қалай болам? Мен күйеумен қол ұстасып, баламды күтіп рахаттанып жүрмін бе? Ең құрмаса көшеге де шыға алмаймыз. Енді сен не күттің? Бәріне өзің қой кінәл. Мені табалауға келсең, кетші, жалғыз қалдыршы. Осылай жанына жалау болып жүрген Бағдагүлді де қуды. Әйтеуір 9 айы 9 жылдай болып, айы күні жетіп, бота өзі қалағанындай дүниеге шекесі торсықтай ұл алып келді. Қуанды әрине, кеңесте қуанды. Ауруханадан шығарып алуға бара алмаса да үйден тосынсый дайындады. Балаға керек заттарын алып үйден күтіп алды. Ондағысы ел көзіне түспеу. Ал Бағдагүл ботаны ұлымен алып келді. Үйге келген соң құшақ гүлімен қымбат сыймен қарсы алған кеңес қолына алып, ұлын мейірлене құшты. Бірақ жандарына қала алмады, арғы бөлмеден шыққан дауыстарында бота кеңестің кететінін біліп, көңілі түсіп кеткен еді. Үнемі керек кезде қайда кетіп қаласың деді. Жұмыстамын. Қызыңнан артық емес шығар жұмыс. Жұмысыңнан сұрансаң да тез жет. Емханадамыз. Ауруханаға жедел жәрдеммен жібергелі жатыр. Осы бір диалогты сыртта естіп тұрған бота көп нәрсені түсінген еді. Бұл кім, некелі жар кім? Бұл нені талап ете алады? Ал әйелше. Жарқырат ел алдына шығатын адамы кім? Ал дүниеге сәбиі келіп жатқанда, әкесінің аттандап қуанада алмай, ұрыларша үйдің ішінен тығылып, қарсы алғаны жанын жеп барады. Есіктің қайырлысында бәрін естіп тұрған ботаның жанына келген кеңес. Кешірші. Қызым ауырып қалған еді. Мені неге тастап кетпедің? Бота, мені неге ең болмағанда осыдан 1 жыл бұрын тастап кетпедің? Отбасыңнан кетпейтініңді білдің, неге соншама өзімшіл едің? Сонда мені бір сәт ойладың ба? Сенің отбасың бүтін, ел алдында жарқырап, 4 құбылаң тең адам болып жүрсің. Ал мені үнемі көлеңкеде сәті түссе келетін, сәті түспесе тасада қала беретін біреу көрдің бе? Мені өлгенше жанында осылай жүре береді деп ойладың ба? Тастап кеткеніңде көп болса жылап-жылап қалар едім ғой. Неткен топас едім. Көрсе оқыр едім. Кет, көзіме көрінбе. Ас үйден бәрін естіп тұрған Бағдагүл, ботаның даусы қатты шыққан сайын тыбыршып, бір орында тұра алмады. Жүгіріп келіп, кеңес, шығып кетші, бара тұр, деді. Кеңес сілейіп қашанғы тұрсын бір сөз айтпастан басы салбырап шығып кетті. Қайта кіріп алдын ала дайындап балаға да деп туылғанша жинап қойған конверттегі ақшасын айна алдына қойып кейін кетті. Бота, жаным, болды. Босанғаның кеше ғана, саған жылауға болмайды. Күтіну керек, сабыр сақта деді. Еңіреп, өксігін баса алмаған ботаны жылаған сәбиінің даусы да тоқтата алмады. Бағдагүл біресе ботаға жүгірсе, біресе шақалаққа жүгіріп, ала өкпе болды. Бота, бала аш, емші деді. Жоқ, алып кет, көзіме көрсетпе. Бұл нешінші мәрте баладан бас тартуды.
Ашу келген Бағдагүл марал секілді жұмсақ еместін. Ботаның жанына жетіп келді. Оны орнынан жұлқа көтерген ол: сенің есің дұрыс па? Сені қинап біреу бала көтерді ме? Енді келіп не мүсәпір болып отырсың? Тұрда баланы еміз, болмаса қолхат жазып бер, балалар үйіне өткіземіз. Сен не, 18-дегі қызсың ба? Жасың 30-ға таяды, сенікі не бұлдану? Басты қатырмай балаңа өзің ие бол, мен кеттім деді. Баланы тапсыратын болсаң, қолхатыңды дайындап қой. Солай деді де есіктен шығып жүре берді. Кете алама. Басқышпен түсіп кеткендей болды да, қайта келіп, есікті тыңдады. Оятып алмайын деген оймен екінші бөлмеге кіріп кетті. Ертесіне ауылдан Ботаның анасы келді. Перзентханадан шығатын күндерін әдейі кеш айтқан еді. Ондағысы кеңесті көрмесін дегені. Анасы: құлыным, болар іс болды. Енді сен анасың. Баланың жайын ойлау керексің, баланың әкесін ұмыт. Саған бұндай жүріс опа бермейді. Өзің де оққан шығарсың. Әкем не деп жатыр? Не дейсің? Бәрі ішінде. Кешегіде малын сойып, мына ақшаны да қысылып қалмасын деп саған беріп жіберді. Анасы орамалға түйілген ақшаны Ботаға ұстатты. Анасы осылайша Ботаның жанында аптадай болып ауылына кетті. Сырттай бақылап жүрген кеңес анасы кетісімен Ботаға келді. Баласын иіскеп керек жарақтарын әкеліп беріп, жандарында болды. Бота болса көңілсіз, кеңеске деген бұрынғыдай аңсары аумайды. Келгені де, кеткені де қуантпайды. Іші мұздай. Бота, сен мүсілім туылғалы мені ұмыттың ғой. Мен ұлыма ғана керекпін. Неге олай дейсің? Маған да керексің. Бота өзінен суый бастаған сайын керісінше кеңес құрақ ұшып бәйек. Бірде гүл әкелсе, бірде әшекей әкеліп, көңілін аулап әлек. Бір келгенде: кеңес, мына заттар сенің әйеліңе тезілі. Соған апарып бер. Маған қымбат бұйымның қажеті шамалы, деп қағазды да ашылмаған бұйымдарды алдына қойды. Бота, сен қатты өзгеріп кеттің. Білем, үйде отырсың, бұрынғыдай емес. Бірақ текке отырған жоқсың. Баламызды өсіріп жатырсың. Уақытша ғой. Менің бұлай баламен отырғаным емес, жаныма бататыны. Бота, жүрегінің тыныштығын қанша іздесе де таппады. Жаны жалғызсырап, көңілі құлазыды. Күн артынан күн жылжып, Ботаның сүренсіз күндері жалғасын таба берді. Бір күні бұрынғы әдетімен әлеуметтік желіні қопара бастады. Жүрегі аузына тығылды. Кеңестің әйелі жүкті фотосын салыпты. Бұл суретті көруі Ботаның қиюы қашқан тағдырына қойылар нүктеде еді. Дереу қолына телефон алып: енді біздің өмірімізде саған орын жоқ, деп кеңеске хат жолдады. Кейін қарай соғылған қоңырауларға да, қағылған есікке де қайырылмады. Тас түйін болып бекінді. Соңғы шешімін өзі шығарды. Кеңес керуін жиілеткен соң, соңғы рет ауызба-ауыз сөйлесейін деп шешкен Бота бір күні кезекті үздіксіз қағылған есікті ашып: табалдырықтан бері өтпе, деп әдетінше алшаң басып, үйге еніп келе жатқан кеңестің кеудесінен итерді. Бота, жаным, сөйлесейікші. Мен бәрінің нүктесін қойдым. Бұл ары қарай жалғаспау керек. Менің де кеудемде жаным бар. Мен де өз отбасымның болғанын қалаймын. Күйеуімді дәмді асыммен күнде күтіп алғым келеді. Жарым түнде сықырлап кетіп бара жататын ер адам маған тірек емес. Сүйікті болғым келеді. Ел алдында жарқырап жарыммен қол ұстасып жүргім келеді. Бұның бәрін кеш түсіндім. Өте кеш. Қателігімнің жазасын тартып келем. Сен де бұл жайттан сабақ алған боларсың. Сенің жазаң сол, енді мүсілімге келмегенің жөн. Ер жетіп, есі кірген соң өзі ақ сені іздеп табар. Шасырмақ ниетім жоқ, отбасыңмен бол. Бізге алаңдама. Кеудемде жаным барда ұлымды жеткізем. Мына қазіргі тірлігіміз мен үшін азап. Саған өкпем жоқ. Сен біздің өмірімізден бір жола кетсең, мен үшін жасаған жалғыз жақсылығың сол болсын. Бота, жоқ, ештеңе деме. Бар, көзіне келген жасты іркіп. Кеңеспен қош айтысты. Кеңес болса іші алай дүлей боп: Бота, кешірші. Сені шын сүйдім. Кете алмадым. Сенің жаның шайлы еді. Ештеңе ойламай бар ісімен шаруамен бөлісетінем. Азды көпті дәмдес болдық. Сен мен өткен күндерім, бақытты күндерім. Кешіре алсаң, кешір. Енді мазаңды алмайым деді. Әтсең бәрі басқаша болғанда ғой, деп аз кем қимай тұрды да,
Арғы бөлмеге озып, алаңсыз тәтті ұйқының құшағында пысылдап жатқан Мүсілімді кеудесіне қысып. Бір ескеді де, ер азамат емес пе? Қанша жүрегі қанжыласа да, жүзін жасырып. Тез-тез басып үйден шығып кетті. Қалшиып орында тұрып қалған бота төр бөлменің көше жақ бетіндегі терезесіне келді. Машинасына енген Кеңестің сыртынан көлігі жүріп кеткенше соңғы рет қарап тұрды. Көңілінде реніш те жоқ, қуаныш та жоқ. Бірақ кеудесімен жүрегін басқан зіл қара тастан айырылғандай. Өзін жеңіл сезінді. Ішін тырналаған қызғаныштан да құтылды. Ақ барақтың бетінде мен бармын, және ұлым бар деді, күбірлей. Баласымен екеуін алда жарқын күндер күтетініне де үмітті. Іштей өзінің бақытты ана, бақытты жар, толыққанды отбасылы болуын тіледі. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және ең бастысы жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің еңбегімді бағалай кетіңіздер.